Қайырлы күн баршаңызға. Міне мен бүгін өте керемет, өте дәмді болып шығатын және де сливкесіз дайындалатын шоколадты торт. Ендеше видеоны соңына дейін көреміз және де подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазамыз. Ол үшін жұмыртқаның сарысы керек болады және де сахар, айран және ұн, какао, разрыхитель. Бірінші жұмыртқаның сарысына шекерді салып, жақсылап тұрып араластырамыз және де жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Осылай ағарғанша миксерлейміз. Одан соң айранымызды құйып тағы да миксерлейміз. Одан соң ұнымызға какао мен разрыхитель салып араластырып, жұмыртқалық массамызға салып тағы да миксерлейміз. Міне массамыз осылай дайын болды. Оны 22 сантиметрлік формаға құйып, пешке 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның сарысына масса жасасақ, ағына крем жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ағына шекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырған соң оны водяной баняда тағы да араластырамыз, себебі шекеріміз еруі тиіс. Міне шекеріміз еріді. Осылай ыссы күйінде үстінен миксерлейтін боламыз. Міне осындай крем шығады. Енді оған бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Өте биік болып шығады. Осылай суығаннан кейін оны 3 бөлікке бөліп аламыз. Міне осындай 3 корж шығады. Енді корждарын жинақтайтын боламыз. Ол үшін астыңғы бөлігін үстіне шығарамыз да, үстіңгі бөлігін астына жіберетін боламыз. Себебі үсті тегіс болу қажет. Енді айта кетсек, біздің корждарымыз өте жұмсақ болу үшін бірінші сүтті себелеп шығамыз коржға, содан соң крем жағатын боламыз. Сонда біздің корждарымыз өте жұмсақ болып шығатын болады. Міне қыздар, тортымыз дайын болды. Мен үстіне шоколадты глазур құйдым. Қыздар, өзіміз шоколадты қолдан жасауға болады, өте оңай жасалады. Оған тек 4 ингредиенттен тұрады, яғни сүт, сахар, сары май, какао. Осы 4-еуін газге қойып араластырып қайнатсаңыздар, осындай шоколадтан ауылмайтын шоколадты глазур болып шығады. Соны тортымызға құйсаңыздар, тортымызға дәм беріп, өте дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоны соңына дейін көрсеңіздер, көп рахмет. Ас болсын.